Сәлем YouTube арнасының көрермендері, әдеттегідей мендерсін. Неше күннен бері тапсырыс орындап жатырмын. Теміріске және сарайға жасап беруін өтінген болатын. Бүгін бітірдім ресті. Құрылыс қарапайым. 40-40 профтруба. Іші ақ пенопласт. Үшкісімен, яғни құлттанбайтын қылып істеуді өтінген болатын, тек қолмен ашып жауы ғана. Енді кішкене сваркілеріне нюанс бар. Ондай қатты профессионал сварщик емеспін. Қолымнан келгенше сваркіліп топсасымен орнаттым. Ескі салмақты. Биіктігі 2 метр. Есіктің ені 76. Яғни көп есіктері стандарт бойынша солай. Қазір екінші есікті жасағалы жатырмын, бірақ оның құрылысы өзгешерек болады. Бірақ есікке пайдаланатын профиль труба 20-40 жасалынады. Тек сыртында кәсегі 40-40 жасалынады. Өткені енді заказ солай. Өткені ол сыртта қойылатын есік болғаннан кейін солай тапсырыс берілді. Мынау сарайдың ішкі жағына қойылатын есік. Қазір дайындалып жатқаным сыртқы жағына есігін дайындап жатырмын. Есік жасайтын 20-40 профтруба. Так. Ені 76. Мұнда биіктігі 2 метр болады. Кәсегі 40-40 болады. Қазір жұмыс барысын көрсететін болам. Сіздермен мен Ерсін, Қазақ мастер. Арнаға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Есіктің каркасы да құрып болды. Есіктің айтып өткендей есіктің биіктігі 2 метр. Сыртқы кәсегінің ені 86. Ал ішкі есіктің ені 76. Ал есік пен кәсектің арасы 1 сантиметр. Көріп отқандай 1 сантиметр. Есіктің ортасына бір упор беріледі. Ол енді сіздің қалдырып тастаған кезде бос тұрмау үшін. Жалпы каркасы сыртқы құрылысы осы. Енді есіктің өзі қаңылтырмен қапталынады сырты. Оның қалыңдығы яғни 2 мм.
қалың. Суға келгенде де ойылып кетпейді. Енді өзіңіз жұмысын істегеніңізге қарай. Жалпы осы қаңқасы, каркасы. Ары қарай жұмыс жалғастыра береміз. Есіктің үстіне қаңылтыр салынды, сваркленді. Енді топса жағына келіп тұрмыз. Топса сваркледе әркім әртүрлі жасайды. Енді мен өзімнің ойымдағы жасаймын. Яғни андай темірдің кусогымен топсаға варт етеміз. Енді оны қаңылтыр мықты тұру үшін мен андай астына аштым. Астын ашып, мынаған астына темірге сварклеймін. Енді дайындап отырмын қазір. Өздеріңіз көріп тұрғандай қазір темірді петляға топсаға варт етіп аламын. Болғаннан кейін маған сварканы құйып шығамын. Мына жағда солай. Кусок темірді варт етіп, темірге варт сваркылып тастаймын. Болғаннан кейін үсті қайырылып жабылып, екі жағына сваркылып тастайды. Не, осы жұмыс. Енді ішіне қаптау қалды. Содан кейін бетін жауып, есік дайын болады. Бір есік болды.